Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Бүгін кереметтей осындай жұқа әрі мыжылмайтын, шытылмайтын құймақпен рецептімен бөліскім келді. Өте дәмді болып шығады, тез пісетін болады. Және балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Дастарханға қойсаңыздар да өте керемет. Ол үшін 4 жұмыртқа, 6 ас қасық құмшекер жақсылап араластырып аламыз. Бұл менің екеселенген порциям. Аз жасайым десеңіздер, 2 жұмыртқадан 3 қасық құмшекерден жасауға болады. 200 грамм сүттен, шай қасықпен тұз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Салқын сүт құймаңыздар. Жылы сүт құямыз. Сүт пен ұнды аз-аздармен қосып араластырып аламын. Арасында ешқандай түйдек болмас үшін жақсылап барлығын араластырып аласыздар. Сүтімізді, ұнымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Арасында түйдек қалмасын. Құрметті менің көрермендерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап отырыңыздар. Пікір жазыңыздар, қандай рецепттермен сіздермен бөлісейін, сол тұра жазып отырыңыздар. Сүтті 3-ші бөлігін құйдым. Жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге көп рахмет. Менің каналыма кіріп, видеомды көріп отқандарыңызға. Пайдалы болса, іске асырып, жасап көріңіздер. Енді соңғы ұнымды саламын. Жақсылап. Бір қалыпта қылып араластырамыз. Ешқандай түйдек болмасын. Бір қалыпты масса дайын болғанша. Міне біздің массамыз дайын. Енді осыған қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бірден құймаңыздар, шетінен құйып араластырамыз. Алты ас қасық сұйық май соңынан. Жақсылап бәркелкі қылып араластырып аламыз. Құймағымыздың қамыры дайын болды. Осындай сұйық болып шығу керек. Егер сәл қоюлы болса, тағы қайнаған ыстық су құйып араластырсаңыздар болады. Табамызды қыздырып, сұйық май жағып, құйып, құймамызды осылай пісіреміз. Тез пісетін болады. Келесі бетіне аудараймыз. Екі жағын әдемілеп қызартып пісіріп аласыздар. Тарелкаға салып, дайын болған құймағымыздың бетіне сары май жақсаңыздар, құймақтарымыз жұмсақ болып тұрады. Осылай пісіріп аласыздар. Каналыма көптеген рецепттер салатын боламын. Және салынған видеоларым бар. Рецепттерді көріп отырсаңыздар, мен үшін өте маңызды.